Құрметті оқушы, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай және орыс әдебиеті. Абай қазақ әдебиетінің орыс әдебиетімен байланысын күшейтуге аса зор үлес қосқан қайраткер. Абай заманы ақындық өнерге, ағартушылық жолындағы күреске барын салған кіріскен кез қазақ халқының тарихындағы ең күрделі талас тартысы қайшылығы мол дәуір болатын. Орыс әдебиетін білуге, оның еркін игеруге ұмтылған Абай орыс ақын-жазушыларының шығармаларын тек қана өнерпаздықтың, көркемдіктің, шеберліктің үлгісі деп қараған жоқ. Айналадағы қоғамдық өмірді терең танып түсінудің таптырмас құралы деп санады. Орыс жазушыларының шығармалары Россияның тарихынан, орыс халқының өмірінен хабардар болу үшін ғана емес, қазақ даласында әкімшілік жүргізіп отырған патша үкіметінің саясатын, ол саясатты жүзеге асырып отырған ұлық әкімдердің озбырлық әрекеттерін білу үшін де қажет еді. Абай жас кезінде орысша хат таныған. Ол 13 жасында Семей қаласында медреседе оқып жүрген кезінде Приходская школаға түсіп орысша оқыды. Бірақ бұл оқу 3 айдан аспайды. Жас Абай ел билеу ісіне араласып кетеді. Оның орысша кітаптарды, орыс әдебиетін оқуға шындап кіріскен уақыты жасы 30-дан асқан кез еді. Абайдың Семейге жер аударылып келген Михайловпен танысу осы тұста. Михайлов Петербургте 60 жылдары студенттер қозғалысын ұйымдастырғандардың бірі болған үшін біраз жылдар айдауда Сібірде жүріп, кейінірек 1869 жылы Семейге келіп орналасқан. Абай 1870 жылы Семей кітапханасында Лев Толстойдың «Русский вестник» журналында басылған романын сұрап тұрғанда, Михайлов онымен сөйлесіп, екеуі сол жерде танысқан. Ал ондай кітапты оқу үшін орыстың әдеби тілін жақсы меңгерген адам болу керек екені анық. Бұл жылдары Абай қыс кезінде 3-4 ай бойы Семейде жатып, кітапханадан әртүрлі кітаптар алып оқып жүреді. Сонда Михайловпен жиі кездесіп, кеңесетін болған. Абайдың ой өрісін, дүниетанымын кеңейтіп, шырқау биікке көтерген әрине орыстың Пушкин, Лермонтов, Крылов, Белинский, Чернышевский, Толстой, Некрасов, Тургенев, Салтыков-Щедрин секілді ең көрнекті жазушы қоғам қайраткерлерінің шығармаларын оқып, олардың озық ой пікірлерімен тікелей танысу екенін атап айтқан жөн. Құрметті оқушы, осы айтылғандардың негізінде сізге берілетін тапсырма. Абай Құнанбаевтың орыс әдебиетінің әсерімен қазақ өлеңіне әкелген жаңалықты анықтау. Ол үшін сіз мына дескрипторға мән беріңіз. Алдымен ақынның өлеңдерін қарастырасыз, екінші өлеңдеріндегі орыс әдебиетінің әсерін анықтайсыз. Бүгінгі сабақ сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Сізге сәттілік тілеймін.